Жаңа ғана казинода сөйлесіп едік. Ажал ғой, братан. Кім қашан өлетінін білмейді. Жоқ. Ол кісі білді. Енді түсінгендеймін. Жүр, братан, казиноға барып көңіл аулап келейік. А то біртүрлі болып тұрмын. Бармаймын. Қайттым үйге. Бағлан. Шыныңды айтшы, казиноға бара жатсың ба? А? Казиноға бара жатсың ба, деймін? Қандай казино? Енді казиноға бара жатқандай киініп аласың. Сен қайдан білесің казиноға қайтып киініп баратын? Білмеймін. Күнде сәнденіп жүресің. Әлде біреуің бар ма? Сен что-то қатты кетіп баратсың. Сен білесің ғой, мен ивент агентство ашқанымды. Жұмыс деген бастан асады. Басқа да нәрселер ұйымдастырып жатырмыз. Қол тимей жатыр. Бүгін көмекші аламын өзіме. Сома кездесуім керек. Түсінікті. Қалай, нормально? Әдемі. Неге осы менің өтірігіме елдің бәрі сене береді? Ал шыныңды айтсаң сенбейді. Қызық. Здравствуйте. Добро пожаловать. Бағанаға сәлеметсіз. Кешіріңіз, кешігіп қалдым ба? Сәлем, кел отыр. Ой, рахмет. Шай, кофе. Можно воду? Қалайсыз? Жақсы, рахмет. Аида, сен шақырған себебім, ана жол ивент агентство туралы әңгімелестік қой. Сол ивент агентствоны жүргізсем, сол жерде сен жұмыс істесең, енді бұрын жұмыс істегенсің, сенің қолыңнан келеді деп ойлаймын. Қалай қарайсың? Я, көрейік. Рахмет. Ивент агентство болғанда бір кішігірім той-пой, концерт ұйымдастыру емес, мемлекеттік тапсырыс қабылдайтындай жауапкершілігі үлкен, салмақты ивент агентство. Меніңше сенің қолыңнан келеді, жауапкершілікті сен өзіңе ала аласың деп ойлаймын. Ұсыныс қалай? Негізі бар ғой, өтсе керемет. Енді сіз өзіңіз танымалысыз ғой. Ондай мүмкіндігіңіз бар. Көрейік? Қашан бастаймыз? Қазір? Тура қазір ма? Жоқ, қалжыңдап отырмын. Жалпы қарсы болмасаң, бастай берейік. Қарсы емеспін. Жақсы, керемет. Знаете, у меня есть такое роскошное платье. Сіздің концерттік бағдарламаңызды мен бұлай көріп тұрмын. Адал еңбек етіп, маңдай термен табыс тапсаң, берекелі болмақ. Шынында да солай. Төбеңізден жарықты жақса, төменнен түтін жіберсе, перделер ашылса, сіз үшін көрермендер қол соқса, әдемі көйлегіңізбенен әдемі әніңізді айта беріңіз. Мне все очень понравилось. Я оставляю задаток. Остальное потом. Хорошо? Келістік. Бағлан досым, керемет. Бір дайындығына қарасын, бір олимпиадаға дайындалып жатқан сияқтысың. Я солай десе де болады. Өмірдің олимпиадасына дайындалып отырмын. Жалпы өмірімді кішкене жақсы жағына қарай өзгертіп жатырмын десем де болады. Жарайсың бауырым. Керемет. Бәкем, ана жол бір инвесторды айтып едім ғой. Есіңізде ғой?
Иә, не болды? сол кісімен жолықтырып жіберсең. Қаладан бір кофейня ашсам деп едім, кальянмен қосып. Соған бастапқыға қаражат керек. Жақсы. Бірақ ол өзі бір мазасыз адам мазаны алып жібермей ма? Жоқ, олай болмайды деп ойлаймын. Дайын келем ғой. Бір-екі помещениені арендаға қарап қойсам, сосын бизнес планым болса, отказ бермейді деп ойлаймын. Жақсы. Онда дайын болғанда хабарлас. Бірақ әзірше дайындықты үзбейік. Кеттік. Вот, посмотрите, как у нас уютно. А там у нас есть место под барную стойку, вентиляция, отопление, все подведено. Вам остается только поменять дизайн под свой стиль, ну и мебель. А так, в принципе, все готово. Кухня қайда? Кухня у нас там, пойдемте покажу. Кстати, кухня у нас итальянская. Думаю, что это помещение – это то, что вам нужно. Сколько людей помещается? 50. Су, вентиляция, все работает, да? Да, конечно. Аида, Ау. фотоға түсіп жазып аласашы бәрін. Жақсы бағлана. А вот и наш певец. Міне бизнес план. Бір сөзбен айтқанда, бір кальян 15 000 теңге. Бізге қалатының пайдасы 5 000 теңге. Қызметімен қосқанда айда қалай болады? 7 000. Шығынымен 6. Даже 6 000 теңге пайда. 3 тапсырыстан бір кальянның құны шығып тұр. Кухня, кофе, чай, расходтарды жабады. Жалпы бизнес жаман емес. Ну и сколько денег надо в целом? Бізге 30 000 доллар керек. 30 штук. А руководить кто будет? Сам? Опыт есть в такой сфере? Біз өзіміз жүргіземіз. Алдыға қойған мақсат бар. Сол мақсатқа жетеміз. Ну хорошо, я смотрю, все выглядит довольно прилично. Когда деньги нужны? Ертең берсеңіз, 2 аптада ашыламыз. Ну, завтра так завтра. Приходите. Келістік. Күшті болды ғой. Роза, бүгін ерекше күн. Жаңа бизнес бастап жатырмын. Қандай бизнес? Неге маған ертерек айтпадың? Айтуға реті келмеді. Қаланың ортасынан бір кофейня ашамыз. Жақсы ғой. Қалай аталатын болды? Ол туралы ойланбадым. Енді көп қой, кальянға байланысты, кофеге байланысты атаулар көп. Өзімізде эстрадада жүрміз ғой. Эстрада деп қойсақ та болады, в принципе. Мен жұмыс қаласың ба? Не істейсің жұмыс деп? Бірақ істесең істей бер жұмыс. Сосын кейін бүгінгі күнді есіңе жақсылап сақтап алсаң, біз үшін жаңа өмірдің есігі ашылмақшы. Сақтайым. Саған да есіңе түсіретін болам. Бағлан, Аида деген кім? Байқайым соңғы кездері көп сөйлесетін болыпсың. Аида менеджер қыз ғой, көмекшім. Қызғанып атсың ба? Жарайды. Жұмысың көп. Кездесулерім бар. Кеттім. Жақсы. Бағлан Абдраимов, это ты? Да.
А ты кто? Короче, Асл твой друг. У него проблемы. Садись, поехали, поговорим. Жарайды. Короче, Баглан, хозяин казино задолжал нашему брату Махсату. Слышал за такого? Еще бы не слышал. Все-таки по казино лазишь. Так вот, мы в курсе, что там подставная игра была, с дилерами договорились. Это все как бы понятно. Если ты не в теме, вопросов к тебе нету. Захочешь к мусорам потянуться? Завалим. Бұлар баяғы дилерді ұстап алған. Ол кіммен қалай келіскен, қалай ойнағанын барлығын айтып берген. Сосын казиноның барлық құпиясы Ле өзенінің бойымен ағып кетеді деген сөз бар. В общем так, ребята, это тот случай, когда карточный долг – это долг чести. И долг отдавать надо. Тебе, Баглан, если до него без разницы, то, в принципе, ты свободен. Можешь идти по своим делам. Мой его на чебуреки отправь. Ну, а если нет, то помоги парню. Мен Асылды бұлай қалдыра алмаймын. Қолымдағы ақша менікі емес. Оның да сұрауы бар. Енді ғана адал жолмен еңбек етіп, отбасымды асырайын деген кезім еді. Мен қазір не істесем деп, дұрыс деп ойлаймын. Маған претензия бар ма? К тебе и рта вопросов нет. Онда былай. Мерде $30,000. Асылды босатасыңдар. Соман тема жабылады. Келістік па? Слово даю. Хороший ты человек, Баглан. И друг. Не то, что этот Ертай. Только я знаю, что в подставной игре ты был в теме, но не играл. Поступил как мужик. Аға документтер жағынан проблема болып қалды. Сол себепті кофейненің ашылуын кейінге қалдырдық. Какие проблемы? У меня целый офис юристов. Все решим. Что у тебя там, говори. Рахмет, мен өзім шешем. Маған сәл уақыт берсеңіз. Ну ладно, сам так сам. Только деньги тогда пока верни. Решишь проблему, снова за деньгами придешь. Мен мебель алып қойдым. Документтерге төлеп тастадым. Олар маған ақшаны қайтармайды. Понятно. Ну давай, решай. Только проценты уже капают. 3 дня тебе даю. Через 3 дня либо запускаешься, либо ставишь деньги обратно. Через 3 дня жду тебя здесь. Я надеюсь, ты понимаешь, что все очень серьезно. Алло, Аида, кофейнеге қатыстың бәрін атымен жаса. Ой, не қыласың кейін түсіндірем. Ой, юмай.
Өткенде болған жағдай үшін кешірім сұраймын. Кінәлімін. Маған 2 аптаға ақша беріңіз. Хотя бы $10,000. Бағлан, мен бәрін түсінем. Бірақ кепілдіксіз болмайды. Әркімнің проблемасы өзіне демекші. Ренжімеңіз. Қандай қиындық болса да бере алмаймын енді. Айтарлықтай қиындық емес. М? Жарайды. Сау болыңыз. Мен бұл ситуациядан шығуым керек. Бір ғана жолы бар. Ойын арқылы проблемаға тап болдым. Ойын арқылы шешем. Басқа амалым жоқ. Білмеймін енді, 1-2 сағатта босап қалармыз. Иә. Айда, білмейді. Нормально бәрі? Иә, жақсы бәрі Бағлан аға. Не ақша? Мөлдір Әуелібек. Маған беш. Өзім бере салам. Өзім берем, беш. Беш. Бол іште істесін. Давай жұмысың істейік. Алейкум ассалам. 17-сіне мен тойын барысын жақсалтып жүрміз. Мен 17-сін айта алмайым, календарды қарайын бірінші қазір. Бос па, бос емес па? Мен оны нақты білмеймін, қай күні қашан қолым бос екен. Енді ағайын сатып өзін жақсалтып жүргізіп өткізіп беріңіз ағайын. Біз артынан өзіміз асықпай хабарласайықшы. Сау болайық, Қаракөз. Өзім де Бағланды таппай жүргеніме 2 күн болды. Привет, мам! Жарайды, кейін сөйлесейікші. Қалайсың, қызым? Жақсы. О, папа келді. Қалайсың, қызым? Сен бұнда қайдан жүрсің? Жұмыстармен жүрмін. Срочно әңгіме бар. Бағлан енді осында сөйлесу керек пе? Үйге барып сөйлесейік. Тұра тұршы. Менде проблема болып тұр. Бағлан, не деген бітпейтін проблема сенде осы, а? Кофейниме ақша керек. Инвестордан сұрасам ұят болады. Кредитке ақша бермей тұр. Ол үшін залог керек. Енді мен не істеуім керек, Бағлан? Давай былай қылайықшы. Машинаңды залогқа қойық. Мен ақша алайын, шаруамды аяқтайын. Маған көмегің керек. Бағлан, сен қайттан бастадың ба? Ой, тұра тұршы. Ештеңе де басталған жоқ. Айтып тұрмын ғой, ақша алам, шаруам, шешем. 2 аптадан кейін максимум қайттан әкеп берем машинаны. Өзіміз үшін ғой, көмектесші. Мама, папаға көмектесе салыңызшы. Тыныш отыр. Бағлан, точно 2 апта ма? Иә, 2 апта. Рахмет, сау болыңыз. Рахмет үлкен. Күшті құтқардың. Менің жаяу жүретіме рахмет те. Негізі, Бағлан, саған ақшаның не үшін керектігін мен білем. Естіп аласың, не оған жоқ қолыңа? Поздравляю, ваш выигрыш. Так, айтылып, повтор жазашы, повтор жазашы деп қайтты. Мә, тоқтыр. $1 емес. Тағы да бір дубль керек. Тағы да. Аға қалайсыз? Эй, Багитай. Амансың бе? Жақсы. Ерейік, 5 минут уақыт беріп. Иә, Баги, не жаңалық? Айтарлықтай жаңалық жоқ аға.
бір бизнес бастаған. Соған ақша жетпей тұр. 10-15 мың доллар қарыз сұрайын деп едім. Баги, мен сенің кез келген бизнесіңді қолдаймын. Бауырымсың ғой, көмектесуге дайынмын. Рахмет аға. Бірақ сен туралы жақсы әңгіме естіп жатқан жоқпын. Казино ойнайды екенсің. Неше түрлі әңгімелер бар. Мен оланда $1000 берем. Қарыз емес бірақ. Аға, қазір ғана көмектесем дедіңіз ғой. Көже, оны келінге салам. Келін шотына жіберейін. Маған сенбей тұрсыз ба? Қойса осы казиноны. Нең бар өше? Жарайды. Эдик. Қалайсың? Картаң ақша түсті ма? Түсер не болды? Маған берші. Үйге жұмсайтын ақша емес па? Үйдік емес, маған керек берші. Не болды саған? Машина анау құрттың. Ақшаны ұтылдың. Бастан асады ғой қарыздарың. Асасын не боптал? Әкелен бері маған ақшаны. Онда несіне бересің маған ақшаны қайтып алатын болсаң? Сен білесің ба маған қанша адам звондайтын күніне? Қарыз сұрап, мен не істеймін олар үйге келсе? Маған не алдайсың? Звондаса звондай берсін. Берші дей маған ақшаны. Сен бір күні өзің сатасың Бағлан. Сен қалай сөйлеп жатсың? Неменеге дауыс көтеріп жатсың? Әкел бер ақшаны. Мә, ал, ұтыл. Бағлан, вас ищут. Алло. Бағлан аға, сізді іздемеген жерім жоқ. Жақындарым сізді таба алмай әлек. Анаңыз ауруханаға түсті. Инсульт. Кешіріңіздер. Бұлай болады деп ойламадым. Ойламадым. Құдайым бала бер. Бала берсең сана бер, сана бермесең ала бер. Әкенің сөзі оқ. Ауруханадан анамның жанында. Осының бәріне сен кінәлісің. Сенің кесіріңнен анамыз ауруханаға түсті. Менің көлігімді тартып алып казиноға салғаныңды естіді ол кісі, Бағлан. Рахмет саған. Сен не? Мен айтты деп тұрсың ба? Оны бәрі білет, Бағлан. Адасып жүрген тек сен ғанасың. Біліп қой, мен ажырасу
Бағлан! Берген. Аңшылықтың ең қауіптісі қабанға шығу. Ой, қабандар деген бұл өте қатыгез хайуан. Сен оған оғатсаң, ол сенің оғыңа қарсы жүгіреді. Сені өлтіргісі келеді. Мынау рахаты қаздардаты ғой. Байқаймын сен аңшылықпен қызықпайсың ғой деймін, ә? Жоқ, аға, қызықпай. Оның бекер. Азарт қой бұл деген. Азарт. Табиғатпен жекпе-жек. Жарайды. Әңгімеңді айта бер, құлағым сенде. Аға, кредитке ақшалайын деп едім. 2 аптаға. $20,000 керек болып тұр. Не аласың? Бизнеске. Қалада кофейня мен кальян ашқам. Соған керек. Әнді айтып жүр өрмейсің бе? Бағлан, мен сені білем. Сен жақсы жігітсің. Ақшаны берем. Бірақ сен оны казиноға салып құртатын болсаң, маған ренжіме. Ай, Бағлан, Бағлан. Мен саған ойнама дедім ғой, ойнама. Говорила я тебе, хватит играть. Ты не послушал меня и все проиграл. Хватит уже, хватит. А если бы я выиграл, а? Если бы я выиграл, что тогда? А, скажи. Это же Бағлан. Бағлан, ты реально за***ал. Пристрелю, как зайца. Вау. «29 черная, последний номер. Делайте ваши ставки». Последние ставки. Нет, Сузана. Было 9. Ставок больше нет. Спасибо. Выигрышный номер. 0. О, Бағлан, ассалаумалейкум. Қалайсың? Что-то вообще көрінбейсің, а? Қалайсың, амансың ба, бәрі жақсы ма? Подвас бер, сделай. А что, сен мені іздедің ба не? Кетші сәйіп. Жаз деген жоқпын. Просто қалада көрінбейсің, даусың естілмейді. Сен мені іздемесең де, асыл іздеуің керек еді. Бауырың еді ғой. Сен лақтырып кеттің оны. Ай, біле, болсын. Неменеге айтасың оны маған, айтшы? Қандай жауап күтесің менен? Мен ол темада болған жоқпын. Бір тиын алған жоқпын. Дұрыс па? Біз үшеуміз бірге бастадық бұл теманы. Соңына дейін дақанса бірге болуымыз керек еді. А сен болсаң оны лақтырып кетіп тұрсың. Сен кімсің вообще бұдан кейін? Мен кім екенімді шатағым болмасын сен. Мен өз өмірімді сүріп жүрген адаммын. Сен алдымен өзіңе қарап ал. Сен де бақыттан басың алып тұрған шамалы. И вообще конкретно айтайын. Асыл лох. Лох болып қала береді ол. Жоқ әлде маған бірдеңе дәлдегің келіп тұр ма? А?
все-таки правильно сделали, что казино у нас только в одном месте, не в городе. Иначе ты бы каждый день играл, да? Ой, хватит уже, а? Кто хочет играть, тот будет играть. Посмотри вон вокруг, в интернете это онлайн-казино полно. Хоть заиграйся. Вижу я. Пьяный, что ли? Қалайсың? Құмар ойынды тоқтаттым. Ешқашан кеш емес. Енді бәрі бізде болмай қалды. Саған сеніп қалды. Жүрек сеніп қалды. Енді бәрі бізде болмай қалды. Саған сеніп қалды. Жүрек сеніп қалды. Өмір деген осы, уақытқа қарамасаң, сенікі болмаса да. Соттан оқып бар. Бөрден балалардың орталығы, музыкамен айналысады. Изо бар, сурет салумен айналысады. Балалардың орталығы енді жалпы айтқан кезде. Атың кім сенің? Али. Али, қаншаға толып отырсың? 13-ке. Олыңыз жігіт болып қапты ғой. Класстастарың келе ма? Иә. Қыздарың бар ма? Ұялып қояды. Бағлан, арабтардың керегі жоқ сияқты. Балалардың мерекесі ғой. Иә, дұрыс айтасыз, түсінемін. Ол басқа шараның спиртнойлары ғой. Бәрін апсай сал, айда. Жалпы осы, аға, өте ыңғайлы. Негізі тамаша екен. Бізде болмай қалды. Бақтиярменде проблема көп. Еңсем түсіп кетті. Мен білмеймін оны қалай шешерімді. Балам, екеуміз қанша жыл дос болып кетқанымызға. Өмір деген ол бокс сияқты ғой. Өзің білесің, қолын сүрсең соққы жібересің, нокаут кетіп қаласың. Иә, түсінемін бәрін. Қарыз не істеймін? Балам, мәселе қарыз емес, мәселе сен өзінде. Өзіңді қолға алсаң, бәрі реттейлер. Иә, Бағлан мен досым. Білем, сіздерге біраз ақша қарыз екен. Қарызын қайтарып беремін деп айта алмаймын. Бірақ досым үшін кепіл боламын. Адасқаным рас. Бәрі артта қалды. Қарыздың бәрін қайтарам. Тек уақыт беріңіздер. Жарайды, мен келістім. Бағлан, давай, жинал. А я хочу посоветоваться со своим юристом. Қайтесің юрист. Айтып тұр ғой. Давай. Менен сұрайтындар көп. Бағлан, сен неге казино ойнадың? Ойынды бастауға не түрткі болды? Не үшін кітап жаздың деп.
Оларға менің жауабым. Жеңіл ақшаға құмартып, орта мәсер етті. Ал сосын ойын заңы өз арбауына түсірді. Сезіндім, еш жидым. Ал кітап жазған себебім азарттың соңы азап екенін айтқым келді. Бір адам болсын еш жиса, мен бақыттымын. Қиын сәтте сенім білдіріп, қолдау жасаған жақындарыма рахмет. Таңдау жасау өз қолында. Ақ пен қара.